Қымбатты көрермен, кезек енді өзіміздің денсаулығымызды шынықтыруға да келіп жетті. Олай болса бүгін сіздерге жаттығу жасап көрсететін спортшыны ортаға шақырайық. Айдар Қанжығалы джиу-джитсудан Қазақстан Республикасының спорт шебері. Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай? Жақсы. Келіңіздер, енді біздің көрермен мінекей қазір енді көгілдір экранның алдына ыңғайланып тұрды. Таңғы жаттығуды бастаймыз ғой? Бастаймыз. Олай болса студия өзіңіздікі, таңғы жаттығуды бірге жасайық. Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Бүгінгі жаттығуымызды бастаймыз. Белімізді, қолымызды белімізге қойып, басымызды аударамыз. Жаттығу аяқталды. Белімізді қолымызға қойып, сол иыққа қарай бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Жаттығу аяқталды. Енді қолымызды белімізге қоямыз. Белімізді аударамыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Жаттығу аяқталды. Енді қолымызды, аяғымыздың арасын ашып, қолымызды басамыз. Аяғымызды ашып, оң жаққа, сол жаққа қолымызды бастаймыз. 1, 2, 3, 4. Жаттығуымызды арға жалғастырамыз. Тіземізді ауырмашы қыздырып, жаттығуымызды бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Осымен жаттығуымыз аяқталды. Қымбатты көрермен, мінекей енді сіздерге таңертең ерте тұрып, таңғы жаттығу көрсеткен Айдар Қанжығалы. Келіңіз, Айдар, енді әңгімемізді студиямызда одан әрі жалғастырайық. Жалпы енді спортшы болғаннан кейін сіздер ерте тұрасыздар ғой. Күнделікті таңғы жаттығу бар өздеріңізде. Жалпы таңдарыңыз сағат нешеде басталады? Таңдарымыз сағат 7-те. Таңертең өзіміз тұрып, ағайымыздың бастамасымен таңғы жаттығу жүгіреміз. Жүгіріп, өзіміз таңғы жаттығуымызды бастаймыз. Қанша шақырымға дейін жүгіресіздер? 3 шақырымнан басталады. 3 шақырым 5-ке дейін барады. Яғни әркімге өзінің қойылғаны бар ғой? 3 шақырым жүгіретіні бар, 5 шақырым жүгіретіні бар. Сіз қанша шақырым жүгіресіз? Мен 5. 5 шақырым жүгіресіз. Тамаша. Қазір біз әңгімемізді жалғастырамыз. Осы тұста бізге хабарласқан бір көрермен бар екен. Байланысқа қосып жіберейік. Қайырлы таң. Қайырлы таң, телеарнасы. Қайырлы таң, Еркебұлан Жақыбай. Сіздердің сұрағыңызға жауап бергім келіп тұр. Абай Әйгерім пьесасының авторы кім дейді? Иә. Сұрақты толықтырып кетейін. Абайды Мұхтар Әуезовсіз ешкім таныған жоқ. Абай арқылы біз Мұхтар Әуезов бүткіл әлемге біздің Абай жолы арқылы бәрін танытты. Сондықтан пьесаның авторы Абай Әйгерім, авторы нақты Мұхтар Әуезов деп айта аламын. Ең бірінші алғаш қойған Әйгерім 1917 жылы Әйгерім Абайдың әйелі болғанда, ол ең бірінші қойған пьесасы Еңлік Кебек болған. Ал Абай мен Әйгерім пьесасын именно Мұхтар Әуезов оны зерттегенде бала кезінен именно Абай жолын, Абай Әйгерім пьесасын жан-жаққа шетелге дамытқанды, бізге кейінгі ұрпаққа жеткен де осы Мұхтар Әуезов арқылы деп айта аламын. Жақсы, өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Тұрақты көрермен, Сарқан қаласынан Гүлмира. Жақсы, Гүлмира ханым, сіздің нұсқаңызды қабылдадық. Хабардың аяғына дейін бізбен бірге болыңыз. Хабардың соңында дұрыс па, бұрыс па екенін айтамыз. Ал енді біз хабарымызды сұхбатпен одан әрі жалғастырсақ. Енді күнделікті таңғы жаттығу жасайсыздар. Жалпы джиу-джитсуды енді қазір біз білеміз, ол 2 түрге бөлінеді. Біреуі бразилиялық, екіншісі енді ол кәдімгідей ұрып, тебу, кішкене күрделілеу. Комбат джиу-джитсу. Иә, комбат деп атайды оны. Сіз қайсына дайындық жасайсыздар? Комбат джиу-джитсу. Комбат. Негізі қиын емес па ол жақта? Жоқ, қиын емес. Өзім бала кезден үйреніп қалғаннан кейін 2012-ден бері осы Аманқұлов Нұрлан ағаға ауыстым. Оған бірінші бапкерім
Абишев Ерлан болған, еркін күрестен бастағам. Еркін күрестен келгеннен кейін жүзу оңай болды, өйткені күрестің базасы болды да. Күрестен ауысқаннан кейін кішкене жеңілірек болды. Енді еркін күресте жүргеннен кейін жүзудың бразилиялық тәсілі ол енді соған жақын ғой, кішкене қол ауырту, кішкене болевойға салу деген сияқты. Соған бару ойда болмады ма? Әлде өзіңіз осы қызықтыңыз ба? Осы қызықтым осыған. Жүзуға шыққаннан кейін жүзу жекпе-жекке де басқа түрлеріне шығамыз. Жекпе-жек бар, тағы да ММА спорт түрлері, 8 бұрыштағы спорт түріне көбінесе шығамыз соған. Сол жеңілірек болды, өйткені күрестің несімен ауысқанда жақсы тәсілдер жеңіл болды. Ал жүзу бразильскийде ода соқпайды, только күресет, болевой істейді. Бізде кішкене соғу, тебу бәрі. Яғни еркіндік бар ғой? Еркіндік бар, соған үйреніп қалғаннан кейін сол жеңіл болды. Негізі Айдар, өзіңіздің мамандығыңыз қандай? Мамандығым сол жекпе-жек. Мен қазір Алматы қаласында спорт және туризм академиясында оқимын, 3-ші курс. Өзім Талдықорғандағы политех колледжін бітірдім де, жоғары оқу орнына, сол академия спорт туризмға түстім. Қазір маған 3-ші курс. Оқта спорт түрімен бөлінеді да, таза. Оқта спорт бәрі спортсмендер оқиды, бірақ спорт түрлерін бөлінеді. Бокс, еркін күрес, грек-рим, менікі жекпе-жек спорт түрі. Бітіргеннен кейін өзіңіз кәдімгі бапкер болып қызмет істейсіз? Бапкер, дене түресін мұғалім болам, бапкер болам. Сол екі мамандық алып шығамын ғой. Тамаша, енді бұл осы спорт саласында қызмет ету өзіңіздің бала күнгі армандарым еді? Бала күнгі спортта. Енді көбінесе бала кезде кім боласың десе ғарышкер болам дегендер әңгімелер көп айтылушы еді ғой. Сіздікі сондай болып кетті. Мен спорттан бала күнімнен жақын болғаннан кейін спортқа көбінесе көңіл бөліп, сол спорттан өзім шығарам деп, аяғынан апарам деп өзім олимпиада чемпионы болғым келген. Олимпийский спорт болмай қалды. Мен басында олимпийский спортқа қатыстым ғой. Иә. Сол олимпиада өзім Токио барам деп өзім сол бала кезден армандайтын да, Токио 2020 деп. Өзім сол кезде 21-ге келіп өзім. Яғни жасым соған жетіп қалады. Жасым кетіп тұр да, өзім соған дайындалып, соған мақсат қойғам ғой. Сол өзім бірақ енді бұйыртса, ауысса, олимпийский спортқа кірсе, иншалла шығамыз. Не себеп болды енді еркін күрестен жүзуға ауысып кету? Енді өзіңіздің мақсатыңыз болыпты 2022-де Токио олимпиадасына бару деген. Болды. Кішкене өзім жекпе-жекке қызығып кеттім бір жағынан. Өзім көп еркін күресте шығып көрдім. Соның еркін күресте немді таптым да. Нұрлан ағай Аманқұл ағай шақырды, сол кісі мен көрді ғой, жақсы істейтінді, сол кісі. Яғни спорттағы барлық тәсілді жақсы қолданатыныңызды, спортта бір өзі кез келген енді бапкер өзі дайындалып жатқан шәкірттерді қарап байқайды ғой, осында бір шығады ау деп. Жақын соған қарай дайындады да. Тамаша, енді Айдар осы тұста бізге хабарласқан көрермен бар екен, өзіңе тілегімді білдірсем, одан кейін саған бір сауал қойсам дейді. Байланысқа қосып жіберейік. Қайырлы таң. Көрермен тікелей эфирдесіз. Қайырлы таң тағы да. Айдар, сізге айтар тілегім, сіз жетісу спортының үлкен шебері болыңыз, үлкен жетістіктерге жетіңіз. Және де бір сұрағым бар. Менің 2 ұлым Сарқан қаласының саду спорт несінде Бауыржан ағайы именно джиу-джитсуға қатысады. Үлкен ұлым жүлделі орындардан көрініп отыр, 1 жыл болды. Кішкентай ұлым 5 жаста, үлкен ұлым 10 жаста. Мысалға, маған джиу-джитсудың айырмашылығын түсіндіріп беріңізші. Олар басында жекпе-жектен басталады, одан кейін олар күреседі, бокс сияқты. Сондықтан үлкен жетістіктерін сіздің жолыңызды берсін. Келешекте сізден үлкен бапкер, сіз сияқты бапкер чемпион болсын деген ниетпен сізден бір бата сұрар едім. Шәкірттері көп болсын. Именно Сарқан ауылында осындай спорт түрі көбейіп келеді. Бірақ мен оның несін түсінбеймін мысалға. Соны түсіндіріп берсеңіз. Джиу-джитсуның айырмашылығы неде? Жақсы көрермен, сауалыңыз түсінікті болды деп ойлаймыз. Енді қазіргі кезде көрермен түсінбей қалу мүмкін. Енді бразилиялық стиль бар, одан кейін жаңағы өзіңіз айтып өткен жүзудің екіншісі, яғни ұрып соғу тәсілі бар. Енді осы тұста Сарқан қай тәсілмен үйретіледі? Білесіз бе? Сарқандта достарым бар, бапкер достарым бар. Оларда енді әрқалай, көбінесе біздікіне шығады, комбатқа шығады. Комбатта не жоқ, ереже жоқ та комбатта. Нокаут, болевой, удушающий.
досрочно өтеді да бәрі. Досрочно болғаннан кейін ояқта не жоқ, бал бермейді. Бастапқы минутта бал бермейді. Содан кейін тең болып қалса или ешкім ұтпаса, дополнительный 1 минут береді. Қосымша 1 минут береді. Сода кім бірінші тәсіл жасайды, сол алады ғой. А былай неде? Ал бразильский jiu-jitsu'да ояқта балмен жұмыс жасайды да, ұпайлармен. Ұпаймен кім аяғынан жетеді, сол ұпай сол бірінші орын алады ғой. Яғни Сарқанттағы әрбір қазір балалардың дайындалып жатқаны, олар өзіңіз айтып отқан комбат стилі бойынша дайындалады олар, иә? Яғни мен білуім бойынша барлық тәсіл қолданады. Ұрады, соғады, тебеді. Бастысы бразильскийға да шығу уақыт бітпей жеңіске жету керек қой. Сол біздікі сол комбат уақыт бітпей жеңіске. Ал уақыт өтіп кетсе, екеуі тең болып қалса, ұтпаса ұпай қосымша уақыт береді ғой. Соны кім ұтады, сол болады. Тамаша. Енді қазір елімізде шыны керек коронавирусқа байланысты көптеген спорттық шаралар болсын, барлығы кішкене шегеріп тоқтап қалды. Бірақ енді арасында кішкене жеңілдеп спорттық жарыстарды да өткізуге рұқсат берген кезеңдер болды. Осы өзіңіздің 2020 мен осы 2021 жылы қатысқан жарыстарыңызға тоқталып өтсек. Егер шатыспасам, осы 2021-дің басында сіздер үлкен жарыстарға қатысып келдіңіздер. Қатысып келдік, иә. Соларға тоқталсақ, ол қай жерлерде өтті? 2021-дің осы басында жекпе-жек спорт түрінен, ұлттық спорт түрінен жарысқа барды, Қостанай қаласына. Алматыда жарыс болды тағы да, ММА спорт түрінен. Оғанда біз көрермендер болған жоқ, өзіміз спортсмендер ғана, спортшылар ғана жарыс өткіздік. Жабық түрде, сырттан кіргізбей. Спортшыларды да жанкүйер қылып кіргіздірді ме? Спортшылар кіргізген жоқ. Қатысқандар ғана болды. Нәтиже қалай болды? Нәтижеге Аллаға шүкір 3-ші орын алдым. Бұйырып 3-ші орын, енді бұйырса тағы осы оразадан кейін тағы жарыс бар. Бірақ дайындалып жатырмыз. Оған дайындық қалай? Ол қай жерде өтеді? Бұйырса ағайым айтпақшы Түркістан қаласында болу керек. Өзгеріп кетпесе, Түркістан қаласында Қазақстан кубогы болады. Қазақстан кубогы. ММА-дан Қазақстан кубогы өтіп кетті ме? Жоқ, өзі бір командалық бір жарыстар ұйымдастырылушы еді ғой, жылына бір рет. Биыл әлі болған жоқ. Былтырлар 2020 жылы да, 2019 жылы шатыспасам, осы 2 жыл немесе 3 жыл қатарынан. 2 жыл қатар 3 жыл біз алғанбыз, Алматы облысы біз алдық. Республика бойынша осы ереже жекпе-жектен сіздерде қазір, иә? Кубок бізде. Ал енді бұл ауыспалы кубок па, әлде бір команда жеңіп, құрама жинаса соқты қалама? Ауыспалы болған, өйткені біз қатарынан 2 жыл алдық та, 3 жыл ма, қателеспесем, 2 жыл, 3 жыл біз алдық, содан бізде қалды. Уже ауыспайды. Уже бізде қалады. Енді биылғы жылы жаңа кубок жасайды. Ол қай жерде өтеді? Ол білмейміз әлі, белгісіз. Әлі ол нақты жоспарланған жоқ, енді ол пандемияға байланысты болып тұрған шығар оның барлығы. Қазір енді өзіңізге артыңыздан ерген інілеріңіз осы спортпен де айналысайыншы деп келетіндер бола ма? Иә, болады. Оларға үйретесіз бе? Иә. Залға келіңдер деп айтам. Келіп, өзіміздің ағайлар жақсы қарсы алып үйретеміз бәрін. Апкерлерім бар. Яғни өзіңізде қолдау көрсетіп демейсіз ғой? Демейді. Тамаша. Енді Айдар, бүгін енді арнайы уақытыңызды бөліп, осылай таңжарыққа келіп, біздің көріп отқан көрермендерге таңғы жаттығу жасап, ойларын бір серіктіңіз. Сондай-ақ мінекей жаңа көрерменнің енді сауалына жауап берді деген ойдамыз. Сонымен бірге енді бізге келгеннен кейін, спортшы болғаннан кейін, өзіңіз енді Қазақстан Республикасының спорт шеберісіз, сізден бір тілек болса. Тілек осы қасиетті Рамазан айын ұстап отқан оразалар қабыл болсын. Пандемияға қарсы спортпен шұғылданып, дендері сау болсын. Жақсы, рахмет. Енді бүгін бізге студиямызға келгеніңізге алтындай уақытыңызды бөліп, күніңіз сәтті өтсін. Спорттан тек қана биік-биік шыңдарға шыға беріңіздер. Ал енді қымбатты ағайын,